некеде тұрып зина жасау. Қазір бұл қоғамдағы ең үлкен қасірет. Оны байда жасап жатыр, кедейде жасап жатыр. Имансыз адам осы нәрсені істеп жатыр. Бұдан қорқып жатқан жоқ бұл зинадан. Зина істеген адам намыс турасында сөйлемей-ақ қойсын. Себебі сол зинаның арқасынан тексіздер дүниеге келеді. Сол зинаның арқасынан тексіздер дүниеге келеді. Әкесін ұрып атқан, әкесін қорлап атқан кімдер? Зинаның арқасынан пайда болған балдар. Шайтан лаин бұл со дәрежеде әрекет істеп жатыр. Тіптен мұсылман әйелдерінің өздері мейлі ойнастық қылсаң қыла бер. Екінші әйел амасаң болды дейгіз жіберді. Мейлі ойнастық қылсаң қыла берді. Үйге әкемесең болды жүре бер деп жатыр да. Одан қоғамға неше түрлі тексіздер туылатынын білмейді ме? Біледі. Бірақ шайтан ләйін оны сондай қылып қойды. Аллах субхана ва таала үйленіңдер деп қойды. 4 әйелі кешен алдап қойды. Неге? Зинадан қайту үшін. Зина қылмау үшін. Зина қылмау үшін 4 әйелі кешен алуға рұқсат беріп қойды. Бағалсаң, қағалсаң, қарасаң оған. Бір қатында барады да, бірақ оның жанында неше түрлі зиналар қылып жүреді. Алла сақтасын. Семьясы болып тұрып зина қылып, оған шариғи үкім өлім оған. Зинадан өте қатты сақ болуымыз керек біз. Бірақ біз білеміз ғой, публичный домдар бар екен, бәріміз білеміз ғой, бірақ біз. Қарың дұрыс па? Публичный домдар бар екен, бәріміз білеміз. Бірақ айта алмаймыз. О уақытта уже бізде намыс істемей қала салады. Намыс жоғалып қала салады. Бір жігіт айтады, ой, пәленші кепті дейді. Тура мексиканский жүзікшелерге ұқсап кетіп деп қояды. Біз жүзікшелерді таниды болып қалғанбыз. Біз көреміз, білеміз жүзікшелерді. Қараңызда, бірақ бұл өте ауыр қылмыс бұл жүзікшелік. Қоғам бұзылады. Қоғамның ішінде харам бала пайда болады. Харам бала пайда болады. Мен алдыңғы уағыздарымда да айтқан, мен бір некеде отырып, неке қияйын деп отырмын. Содан баладан қаны кәлиманы айтшы дедім, кәлиманы айтты. Баракалам, қыздан сұрадым. Кәлиманы айтшы дедім. Білмеймін деді. Ол білмеу анық. Біздің қыздарымыздың көпшілік кәлиманы білмейді. Ол бешара 11 жыл мектепте оқыған. Волейбол ойнап, баскетбол ойнап бітіріп жіберген. Ол университетте оқыған 4 жыл ма, 5 жыл ма. Бір кәлиманы білмейді ол. Некеге келеді, некеде 70-80% қыздар білмейді. Балдар да білмейді. Соған біз енді қой, енді көш жүре түзеледі ғой. Біз өзіміз айтайық, бұларды үйретейік деп, қаны ашхаду ан ла илаха иллалла ва ашхаду анна Мұхаммад расул, оған біз өзіміз үйретеміз. Содан кейін бопты, мейлі енді білмесең, мен саған айтайын, сен үйретейін деп, мен қазір айтамын, сен қайталайсың десем, ол айтады маған. Әке шешем үйретпеген нәрсені үйретпей қоймаған деді. Қара, әке шешем үйретпеген нәрсе маған үйрет. Ол бірақ дұрыс айтып жатыр о бала. Ол қыз дұрыс айтып жатыр. Әке шешем үйретпегенін үйретпей қойды. Әке шеше қаяқ қарап жатыр сонда. Киімді әперуді білет, ауқаттаны білет, пәременен оқуға түсіруді білет, оны бітіріп келген екен пәременен жұмысқа тығуды тағым білет. Бірақ оның рухиятына кім қарайды, оның жүрегіне, оның тіліне, оның иманына, оның намазды кім қарайды? Сон ата-аналар қаяққа қарап жатыр. Бір айдан кейін ажырасып кетсе де, менің кішкене қарныма сыйған уақытында үйіме сиясың, қайтып келе бер деп қайтып алам. Себебі ол білет, өзінің қызын имансыздықпен тәрбиелегендігini бұл өте анық біледі өсерде. Содан мен, онда мен неке оқымайым деп қорқытайыншы деп ойладым. Қорқсам айтатын шығар деген. Онда мен неке оқымайым дегенімде жаңағы қыз маған оқымасаң оқымай ақ қой деді. Некесіз туып атқан аз ба деді ғой.
Men qolab qolay dedim. Men birinchi rет nekede, buni misol hozir men 20 yildan beri imomlik qilib yurgan bo'lsam, qolab qolay dedim. Nekesiz tug'ayotgan azba deb. Haqiqatan nekesiz tug'ayotgan ko'p ekan. Mana sol nekesiz tug'ilayotgan teksiz, biz qozoq bekerga aytmaydi teksiz deb. Bizde Qozog'istonda bir namussal teklilikka qarab, tepten hayvonning da tubini qarab onu qashirtadi bizning qozoq. Hayvonning da tuqumi yaxshini qashirtadi da, ana malamijirga qashirtmaydi onu. Жақсы urg'alaq deb жылқыларды da, qo'shqardi da, maldi da osgan men beredi. Zinaxorlik eng ulkan qasret qo'g'amga ertan oxiratda buning oxiri qiyin bo'ladi.